Тәрбиешінің күні әртүрлі. Кейде қызық, кейде жылаумен, кейде қайғырумен өтеміз әйтеуір. Міне, бүгінгі күніміз туған күнмен басталды. Балаларды керемет көңіл күймен, мишкалармен қарсы алдық. Өзім Тедиді прокатқа беретін болғаннан кейін өзіме кигізіп қойды ғой. Мына жерде жүрмін билеп әйтеуір. Бәріне қол бұлғап, әйтеуір билеп көңіл көтерейін деп өзімше болып жүрмін ғой. Одан кейін тұрып балалар енді сабақ оқымай қалды деп ойладым. Содан кейін қой, осылай точно сабақтарын берейін дедім. Мына жерде ойнап жүрміз. Міне қоянды қарасай, қоянды. Екеуін неге сұрап жүрсеңіз 8 мыңға беремін прокатқа. Ал былай киіп бару қиын. Сосын барып қызымды биге апардым. Қызым енді биыл нулевой оқып жатқаннан кейін биге қызығушылығы өте күшті. Одан кейін келіп деген тез сабағымды өттім. Бізде бір ғана сабақ емес, күнделікті тәрбиешінің 3 сабақ өтеді. Тек 4 жас пен 5 жас аралығында ғана сабақ өтеміз. Міне уже бізде бүгін негіз қолдық, машықтау және де мамандықтар, менің мамандығым және де деген математикадағы 3 санын өту болған. Біздің мақсатымыз соларды өттік, бірақ бәрін сала алмадым. Өйткені бізде ән болды, міне барлық балалар ән айтты. Осылай осы бір күніміз өтті. Сау болыңыздар.